Мен есімім Балабек Бағдат. Қазіргі таңда Алтавай Стейт агенттігінде атқарушы директор лауазымында жұмыс жасаймын. 2015 жылы Алматы қаласындағы Қазақ-Түрік лицейінің түлегі болдым. Қысқаша осылай. КТЛ-да тәлімгерліктің тетігі неде? Қазақ-Түрік лицейінің оқушылары 7 және 11 сынып оқушылары. Және 7-11 сынып оқушылар арасында адам енді тұлға болып қалыптасып басталу жолында болады. Және де олар әлі толық тұлға емес. Сол кезде өзінің ісімен, сөзімен, басқа да іс-әрекеттерімен оларға жол көрсетіп, дұрыс жолды көрсетіп, ең дұрыс, қалай айтқанда, орысша айтқанда, выбор көрсетіп тұратын адам керек. Солардың бірі лицейлардағы тәлімгерлер немесе тәрбиешілер. Тәлімгерлік тәжірибеңіз туралы айтып бересіз бе? Мен 2015 жылы өзім сол мектепті бітіргеннен кейін, сол жерде 2020 жылға дейін тәлімгерлік қызметті атқарып жүрдім. Сол 5 жылдың ішінде бір класспен тығыз жұмыс істедік. Өте қызықты кезеңдер болды, эмоционалдық түрде өте күшті болды. Солардың ішінде оқушыларым болды. Қазіргі таңда үлкен жетістіктер көрсетіп жатыр. Кейбіреуі музыкалық өзінің шыңдарды бағындырып жатса, кейбіреулер білім жолында шет мемлекеттерде оқып жатыр. Қарапайым мектеппен салыстырғанда тәлімгерлік оқушыларға қалай көмектеседі? Қарапайым мектептерде балалардың бір үлгі алатын адамдары сырттан іздейді. Ол адамдардың жақсы жағы болса да, жаман жағын да үйреніп бастайды, өздері байқалмайды. Ал бірақ лицейларда тәлімгер адамдар көбінесе жақсы жақтарын көрсетіп отырады, бірақ жаман жақтарын адамдарға бүйтіп ескертіп, бұлай жасамаудың дұрыс жолдарын көрсетеді. Оқушы тәлімгердің айтқандарының бәрімен келісуі керек пе? Тәлімгерлер негізі бүйтіп оқушыларға осыны істейсің, былай істейсің деп айтпайды. Баланың өзіне выбор береді. Мысалы, бір кез келген жағдайдың үшінші жағынан қарап тұрады, сол жағдайларды көрсетеді. Мысалы, мынаның жақсы жағы да бар, осылай деген сияқты, және жаман жақтары да бар. Балаға өз таңдау береді, сен қайсысын таңдайсың деген сияқты. Бұлай таңдау әркімнің өз қолында. Ата-аналарға нағыз көшбасшыларды тәрбиелеуге қатысты кеңестер бере аласыз ба? Қазіргі таңда ата-аналар бізде гиперопека жасайды. Ол баланың кішкене өмірінде қиындықтар тудыру мүмкін. Сондықтан ата-аналар балаларымызға гиперопека жасамаса, балаларға кішкене болса да жауапкершілік жүктеп тұрсақ, болашақта балалар үлкен асуларды бағындыра алады.